Сәлем қыздар, сіздермен ешқандай миксерді қажет етпейтін, жасалу жолы оңай, тез дайын болатын пирогты жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ерітілген сары майымызға қантты салып, қанты ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Сосын 3 жұмыртқаны салып, однородный масса болғанша венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осылай 6-7 минут асықпай араластырсаңыздар, тесталарыңыз өте жақсы көтерілетін болады. Осылай араластырып алғаннан кейін 3 қасық сметана салатын боламыз. Барлық ингредиентті жеке-жеке салып, жақсылап араластырып отырамыз. Қыздар, біздің пирогымыздың бисквиті жақсы көтерілу үшін венчиктің көмегімен жақсылап 6-7 минут араластыруымыз керек. Пышный, воздушный болу керек. Сол кезде пирогымыз өте әдемі болып көтеріліп, жұп-жұмсақ болатын болады. Енді ұнды салып, ешқандай түйіршігі қалмайтындай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлық затымызды салып болғаннан кейін қызып тұрған пешімізге 170 градуста 25-30 минутта пирогымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Қыздар, отбасыларыңызға осы пирогты жасап, кешкі шайды дәмділеп ішуге кеңес беремін. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, ас болсын.